тағдырдың жастай қалған иірінде, Алланың болды басқа сыйы мүлде. Ақ туын әділдіктің жерге жықпай, жасындай жарқылдадың биігіңде. Өмірдің құрмеуіне тарықпадың, білімнен қуат алып шарықтадың. Кейінгі ұрпақ қаңыз мектебіңді паш етіп, республикаға танытқаның. Аталап жүргенін немеренің, көрмедім бүгінгісін кемел елдің. Ізіңді жалғайдалы кейіпкерлер, атыңды айта жүрер ерелер мұң. Өзіңді бар құрметке сай көремін, тұлпарға айналғанды тай төбелің. Жақсы әке баласына 100 жыл қорған, өзіңсің саялайтын бәйтерегім. Мынау менің туып өскен жерім бе, мынау менің сан жүгірген белім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе. Ақ кеткенім бе шарықтап, жас балаша тұрмын бәлдеу қалықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анықтап. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Әкем туралы айтатын болсам, қатал болғанда да жүрегі сондай кең, мейірімді кісі еді. Әкенің көп ақыл кеңесінде тыңдай алмай қалдық. Жас болдық, кішкентай бала болдық ол кезде енді. Оқу бітіріп, жұмысқа араласқасын, бір жерлерге жұмыстармен барғанда, аудан арасында болсын. Ой, пәленшенің баласысың ба? Ой, қандай кісі еді ол кісі? Асылдың тұяғы екенсің ғой деп, сондай жақсы, ол кісінің сондай бір жақсы қасиеттерін еске алып бізге айтатын. Кеудемізді бір қуаныш кернеп, жақсы әсерге бөленетінбіз. Қызметтес болған, замандас болған кісілер біраз естелік жазып,
кітаптың жақсы мазмұнды болып шығуына ол кісілер де өздерінің үлестерін қосып атсалысты. Біз ол кісіні папа дейтінбіз, өз әкетімізді тәте дейтінбіз. Папамыз ойық мектебін өте керемет басқарды. Облысымыздағы белді мектеп болды, ауданымыздағы беделді мектеп болды. Ауданда қандай басшы болсын, облыста қандай басшылар болсын, біздің мектебімізге келіп, білікті мұғалімдердің сабақтарына қатысып, таңырқап кететін. Бұл папамыздың арқасы, соның басшылығының арқасы деп айтам. Шымкенттегі пединститутқа бір орынға, мына Жамбыл облысында 10 ауданнан 10 адам бір орынға талас болдық. Сол емтихан өтіп атқанда Қазақстан тарихынан Тасболатов деген ағай папамды таниды екен. Мен бірден көріп, Молдабековасың ба? Молдабеков Смекеннің қызы екенсің ғой. Ой, білімді арған жақсы ұрпақсыңдар ғой. Бұл бәрін біледі деп қасындағы отырған экзаменаторларға мені дәріптеп қойды да. Сол жердің өзіне төбеміз көкке жетіп атты. Қай жерде де папамыздың әруағы демеп жүрсін. Асыл атамыздай, әкемізде болған кісі бізге қамқор болды. Әруағы ырза болсын, жатқан жері торқа болсын, алды пейіш болсын. Ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арын алсын саған осы. Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп. Ақындар жырлағандай, Смағұл ағай, ол кісінің тұлғасының өзі керемет бізге тәрбие. Жас болсақ та сондай керемет адам екенін сезініп, ол кісінің алдында қалайда керемет бір адам көретін едік жаста болса. Ұстаздық қызметті таңдауыма Смағұл ағай бастаған Ұлтуар Ырысжанова, Қаражан Өмірбаев, Күләш Арынбекова сияқты ұстаздардың әсері деп ойлаймын. Смағұл ағайдың қол астында қызмет істеп, сол ағайдың басшылығымен қаншама ойықтың баласын, келешегін тәрбиелеп шығарды. Сол кезде мұғалімге берілетін жоғарғы атақ Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалім атақ еді. Сол ауданда шақ кісі де болды. Соның екеуі Смағұл ағай бастаған ойық мектебінде біріншісі өзі, екіншісі Ұлтуар Ырысжанов еді. Небәрі 3 кісінің екеуі сол мектепте болды. Содан ақ сол мектептің қандай дәрежеде болғанын бағамдауға болар. Күтеді біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретем деп өмірдің парасатын, ағарды ғой біз үшін қара шашын. Ұстазым біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретем деп өмірдің парасы
Смағұл ағайдың бір көріп келдігі, кереметтігі 76-77 оқу жылында Тамды мектебінде оқу ісінің меңгерушісі болып бір-ақ жыл жұмыс істедім. Ол кезде мектеп басшыларын райком назардан өткізіп тағайындайтын. Сол кезде Смағұл ағай мені ойыққа ауыстыруды ұсыныпты, ойық мектебіне. Мен барғым келмеді, себебі өзімді тәрбиелеп білім берген ұстаздарға басшылық етуге жүрексіндім. Екінші рет шыққанымда Смағұл ағай айтты маған, оның не? Өз ауылынан қашқан, мен сені сұрап отырған, мен сені ауысқаныңды қалап отырмын деді. Ұялғанымнан келістім. Сөйтіп, өзім білім алған ойық мектебіне оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет атқара бастадым. Сол күзде ағайдың денсаулығы сыр беріп жүрген кез екен. Сол Алматыға барып емделіп жүрді. Бір келгенде ағайдың көңілін сұрап сәлем бере барғанымызда бірнеше мұғалімнің көзінше алдында маған бүкіл материалдар тапсырды, мектеп тарихы туралы. Айналайын, мектептің 70 жылдығын өткізуді армандаған едім деді. Бірақ соған жете алмайтын сезгендей, бірақ ауыр ойда бәріміз көзімізге жас алдық. Сөйтіп бүкіл архивті маған тапсырды. Сол ағайдың көрегендігі шығар. Бүкіл ауыл болып көмектесті маған. Сөйтіп мектептің тарихында 70 жылдық мерейтойын өткіздік. Ағаның берген тәлім тәрбиесі жас ұрпаққа істеген жақсылығы ұрпағының алдынан шықсын. Ұл қыздары аман болып, ұрпағы қашанда ағаның ардақты есімін мәңгі жоғары ұстайтынына сенемін. Талпынып таудай тұлғаңа, сағынып қостым жырғада, қадамын сәтті бас солың қарадың әркез нұрлана, өнеген болған өмірлік өзіңсің әке шындана. Тамсанып атқан таңдарға, самғадым биік арманға, сол кезде қанат болдың сен балапан көңіл балжанға, әкежан мынау жалғанда өзіңнен асқақ жан бар ма? Тірлікте ғұмыр кешкен мағыналы, жан едіңдер сыйлаған бәрі-бәрі. Ата әже отбасының тірегі болғансыңдар, жадымызда мәңгілік қалғансыңдар. Заңдылық қой адамдар алмасады, ғұмыры ұрпағымен жалғасады. Сағыныспен сіздерді еске аламыз, сағынышсыз сезімнің бар ма мәні? Бейнеңіз жадымызда, мейірімді қалпыңыз жанымызда, сіздерді жүріп кеткен жолдарыңыз өнеге біздің ғұмыр жолымызға. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын күйюді. Сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа күйеулі. Жаның
Барлықтарыңызға Малайзиядан жалынды сәлем. Смағұл ата туралы біз апамыздың көп әңгімелерінен естіп өстік. Апам немерелерінің бойында жақсы қасиеттерді байқағанда атасына тартқан деуші еді. Мамандығым басқа саладан болса да, мен де осы жылы мамандығымды ауыстырып, Малайзиядағы халықаралық мектебіне жұмысқа орналастым. Ұстаздардың ұстазы болған Смағұл атамның өмір жолы, ұстаздық, еңбек жолы барлығымызға үлгі, өнеге. Біз барлығымыз атамызбен мақтан тұтамыз. Франциядан барлықтарыңызға сәлем жолдаймын. Смағұл атамды көрмесем де өте мақтан тұтамын. Ол кісінің жақсы болғанына еш күмәнім жоқ. Апам айтады, сен атамға тартқансың деп. Ол сөзге мен өте қуаныштымын. Апам ертегілері әлі есімде. Каникул айында барлығымызды жинап, жатар алдында ал енді ертегі айтам дегенде біз өте қуанышты болатынбыз. Апам мен атамның жатқан жері жайлы болсын, топырақ тоқал болсын. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сыйпайтын адам, басымнан сыйпайтын анам, барға да шүкір. Тірімін сынба
бала сабырым ұлымын құрбан әлінен Аллаға шүкір рахмет әке Я Раббым, Алла осы оқылған қасиет Құран аяттарын сауабын жами мұсылмандар рухына, пайғамбарларымыз рухына, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам рухының сахабаларының рухына, ата-бабаларымыздың рухына, қабір басында жатқан Өмірбай атамыздың рухына, Молдабек атамыздың рухына, Молдабекұлы Смағұл әкеміздің рухына, Бештай анамыздың рухына, Нұрлан Ерлан ағаларымыздың рухтарына бағышталып, жатқан жерлерінің жайлы рухтарының жәннатты болын Алла тағала нәсіп етугер. Раббана аттина фи дуния хасанат ва фил арди хасанаттан оқиза бинар. Бирахматики я архамар рахим. Амин. Аллаху акбар.